әнші әрі актриса Айгүл Иманбаеваның ұлы әкесіз өскен балалары жайында фильм таспалап, онда өзінің әкесі Сәбит Әбдіқалықовты да түсірген. Бүгінде өзінің режиссерлік қырынан танытып келе жатқан Асылжан Әбдімүтәлиев бұл туындысында өзіне жақын тақырыпты қозғаған. Асылжан Әбдімүтәлиев өнер жұлдыздары Сәбит Әбдіқалықов пен Айгүл Иманбаеваның ортақ ұлы. Олар тұңғыш перзенттері кішкентай болғанда ажырасып кеткен болатын. Баласы оған қарамастан әкесімен бүгінде жақсы қарым-қатынас орнатқан. Алайда Асылжан мұндай байланысты орнату оңайға соқпағанын алға тартты. Өзінің «Әке жолы» атты фильмінде ол Асқар Тауы әкесімен қалай танысып, оған қарай жасаған маңызды 7 қадамы туралы айтып берді. Әбдіқалықовтың ұлы жаңа туындысында әкесіз өскен балаларымен қоса өзі де жан сырын ақтарған. Желі қолданушылары Асылжан Сәбитұлының жұмысын жылы қабылдап, фильмді жыламай отырып көру мүмкін еместігін жазуда. Онда әкесіз өскен адамдар өз басынан өткен жағдайларды баяндап, ішінде шығара алмай жүрген сырымен бөліскен. «Әке жолы» фильмнің толық нұсқасын YouTube желісінен тамашалауға болады. Асылжанның туындысын көрген жұртшылық Айгүл Иманбаеваға тамаша ұл өсіргені үшін мақтау сөздерін жаудырды.